тапсырманы пысықтау мақсатында мен сіздерге зымыран сұрақтарын қоямын, сол сұрақтарға жауап береміз. Бізде үй тапсырмасы сырымда тұл бастаған ұлт азаттық көтерілісі. Бірінші сұрақ, сырымда тұл бастаған көтеріліс қай жылдары болды? Жасая. 1783 жыл мен 1797 жылдар аралығында болды. Сырымда тұл қандай рудан шықты? Расул. Сырымдағы кіші жүздің 12 ата бірлестігінің байбақтар руынан шықты. Жарайсың, отыр. Сырымда тұл жайлы ағылшын журналисті Больше не деп айтты? Өзінің ойын қалай білдірді? 19 ғасырдың екінші жартысындағы ағылшын журналисі Больше сырымда туралы осындай өзінің ойын қалдырған. Ол сырым батыр және де батыл болған. Ол тек қана өзінің күшіне ғана емес, өзінің айлалы да болған. Және терең ойлы болған деп жазып кеткен. Жарайсың, керемет. Ал енді осы сырымда тұл бастаған көтеріліс нәтижесінде немен аяқталды? Мерей. Көтеріліс жеңіліс тапты. Олардың себептерінің біріншісі олар шашыраңқы яғни стихиялы түрде болды. Және олар екі жаққа бірдей шабуыл жасады. Сұлтандарға және де патша үкіметіне шабуыл жасады. Олар әскер саны патша үкіметіне қарағанда аз болды және де олардың қару-жарақтары әлсіз болды. Жарайсың, өте керемет. Жарайсыздар оқушылар, барлықтарыңыз өткен сабақта жақсы естіген екенсіздер, жақсы білген екенсіздер. Оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз 1822-24 жылдардағы патша реформалары. Бүгінгі біздің мақсатымызға келетін болсақ, патша үкіметі реформалар нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіру, дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау. Алғашында біз біріншіден реформа сөзіне тоқтайтын болсақ, ол латын тілінен аударғанда реформация, қайта құру, жаңғыру деген мағынаны. Бүгінгі тақырыбымыздағы жаңа ұғымдарға келетін болсақ, дәстүрлі билік, қазақ хандығындағы хан билігі, жарғы, заңдар жинағы, округ, әкімшілік, аумақтық бөлік атауы, округтік приказ, мекеме, дистанция, кіші жүздегі әкімшілік территориялық бөлік, заседатель, ресейлік шенеуніктер, ішкі күзет, Сібір қазақтарынан құралған күзет. Патша әкімшілігі орта жүздегі хандықты таратып, 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғыға сүйене отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрды. Оны Сперанский жасады. Бұл жұмысқа Гаврил Ботинков белсене қатысты. 1824 жылы Петр Эссен Орынбор қырғыздарының жарғысын дайындады. Кіші жүзді батыс, орта, шығыс деп үшке бөліп, ішкі басқару жүйесінде хандықты жойды. Осылайша 1822 және 1824 жылдардағы әкімшілік саяси реформалар патша үкіметі жүргізген отарлау саясатының соңы болды. Бүгінгі тапсырмаларды орындай келе, алдарыңызға карточкалар тарқатылды, яғни сол карточкалар арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші біз округ тобынан бастаймыз. Ақжол. Округтық приказдардың қатаң белгілері мен міндеттерін атаңыз. Олардың міндеттері халықты барынша экономикалық жағынан жақсыстау және де оларды сот билік жағынан басқару және де олар Ресей империясына бағынуын қамтамасыз ету еді. Олардың ең басты міндеттері ол сот билік еді. Бірақ сол кездегі жазушылардың бірі Гейнсидің айтуы бойынша негізі ол округтегі адамдардың сот билігі өте нашар өтті. Өйткені олар ұзақ өтті және де еш нәтижесі болды. Ал билер болса, олар ешқандай дау-дамайсыз мәселені шешіп, әділетті шешкен бәрін. Жарайсың, өте керемет, дұрыс. Ал енді келесін Ерна бастаймыз. 1822 жылғы ереженің атауы. 1822 жылы Сібір қырғыздарының туралы жазды. Яғни 1822 жылғы ереже Сібір қырғыз қазақтарының жарғысы болып аталады. Жарайсың, жақсы. Келесі Жанер. 1822 жылғы жарғы аздаған өзгерістер енгізілген түрде қай жылға дейін қолданылып келді? 60 жылдардың ортасына дейін қолданылып келді. Розалина.
Жақсы, керемет, Жансұлтан. 1822 жылғы ереженің басқарушысы Спиранский және де бірінші Александр. Керемет, өте тамаша. Ал енді келесі тобымыз болыс тобы, бастаймыз. Мери. Округте неше болыс, болыста неше ауыл, әр ауылда неше үй болды. Округте 15-20 болыс, ал болыста 10-12 ауыл, ал әр ауылда 50-70 үйден болды. Өте керемет, тамаша. Армел. 1824 жылғы ереженің басқарушысы Эстер және Ресей императоры. Жарайсың, тамаша. 1824 жылы ереженің мақсаты. 1824 жылы ереженің мақсаты бұл бізде кіші хан билігін жою мақсаты болды. Кіші жүздегі хан билігін жою, сол мақсатта бұл ереже жасалды. Жақсы. Нұрасыл. 1824 жылы құрылған 1824 жылы ертісінің жағалауында Семей ішкі округі құрылды. Жарайсың, тамаша. Бекзат. Малға салық төлегенде те малынан салық төлемеген себебі те сауда керуенін көбейту үшін қажет еді. Иә, жарайсың, өте керемет. Ал енді үшінші топ, ауыл тобы, бастаймыз. Азамат. 1822 және 24 жылдардағы жарқының салдары. Бұл жарқы алсын көздейтін арам пиғылды болды және де оның салдарынан кіші жүз және орта жүздегі қазақтар тәуелсіздігінен айырылып және де қазақ мемлекеті Ресей империясына қосылу болды және де осы салдардан патша үкіметіне мемлекетке көптеген салықтар түсті. Жарайсың, өте керемет, тамаша. 1822 жылға әкімшілік басқаруды атаңыз. Әкімшілік басқару үшке бөлінді. Округ болыстық және ауыл болып бөлінді. Округта аға сұлтан, болыстықты болыс, ауылда ауыл старшыны басқарды. Осы үш лауазымында сайланған уақыт мерзімі 3 жыл болды. Жарайсың. Келесі. 1822 жылы ереженің мақсаты орта жүздегі хан билігін жою болды. Жарайсың. Аяна. 1822 жылы 1824 жылы ереженің мүшесі арқылы басқару болды. Үшке бөлінді, округ болыс болды. Жарайсың, тамаша. Ал келесі, Айша. 1824 жылғы ереженің атауы Орынбор қырғыздары жөніндегі жарғы. Жарайсың, тамаша. Оқушылар, бүгінгі сабақта қалай қаншалықты түсіндік, соны алдарыңыздағы тұрған стикерлерге жазып, мына білім ағашына жабыстырамыз. Кәнекей жазыңыздар. Қаншалықты түсінікті болды сабақ, қандай әсер алдыңыздар, соларды қандай ұсыныстарыңыз бар, оны жазсаңыздар болады. Ал енді сіздерге үйге тапсырма 1822-24 жылдардағы реформалар, соны оқып әзірлеп дайындалып